Осман империясының күйреуі 1299 жылы Анатолияның солтүстік-батысында княздық ретінде құрылған Осман мемлекеті арадан 2,5 ғасыр өтер-өтпестен әлемнің сол кездегі ең алып мемлекетіне айналып, орта ғасырдың саяси аренасында супердержава ретінде орын алды. Жалпы Осман патшалығы 1453 жылы Шығыс Рим империясының бас қаласы болған Константинополь шаһары османдық патша Фатих Сұлтан тарапынан басып алынғаннан кейін империялық келбетіменен таныла бастады. Империяның күйреудегі себептері. Дәл осы жеңістен кейін патшалық Девлет Али Османия, яғни Ұлы Осман мемлекеті деген есім алды. Былайша айтқанда, православ христиандарының рухани орталығы болып танылған Константинополь шаһарын мұсылмандардың иеленуі Осман империясын Европаға қуатты бәсекелесуге тұрарлық күшіне алды. Осман династиясы жерінің ең кеңейген кезеңінде шығысында Еуропадағы Вена қаласына, батысында Бағдатқа, солтүстігінде Каспий жағалауларына, ал оңтүстігінде солтүстік Африка елдеріне дейін созылған 5.200.000 шаршы шақырымда алып жатқан әлемнің ең үлкен мемлекеті саналды. Осман мемлекеті тек қана мұсылмандардың ғана емес, сондай-ақ жүздеген ұлттар мен түрлі діни сенімдегі қауымдарды өз қамқорлығына алған көп ұлтты держава. Еуропа мемлекеттері 16 ғасырдың басына дейін көктем шығысымен Осман падишахтарының құрлыққа жасайтын жаңа жорықтарынан сескеніп, шекараларын күшейтетін. Ал империяның атақты жауынгерлері янычарлардың соғысқа қатысуларының өзі қарсылас тараптың жауынгерлерінің жүректеріне үрей ұялататын. Сондай-ақ османдықтар теңізде осал емес еді. Патшалықтың әскери флоты Сүлеймен Әділ патшаның кезеңінде жерорта теңізіне толық үстемдік жүргізу абыройына ие болды. Шығыс пен батыс арасында 5 ғасырға жуық мәдениет, сауда-саттық көпірі рөлін атқарған алпауыт империяның тарих сахнасынан кетуіне не себеп болды? Қай жерден қате кетті? Бұл сұрақтардың жауабын 15-16 ғасырлардағы Осман империясының жүргізген саясатынан, сол кездегі әлемдегі қалыптасқан геосаяси құрылымнан іздеп көрейік. Технологиялық артта қалушылық салдары. Осман мемлекетінің армиясы Сүлеймен патшаның кезеңінде әлемнің ең заманауи әскерлерінің бірі еді, және халифат өзінің ең үлкен жетістіктеріне де сол кезде жеткен болатын. Осман империясының негізгі әскери күшін сауытты атты әскер мен ауыр жаяу әскерлер құрайтын. Адами ресурстардан басқа Осман патшалары жаңа қаруларға, зеңбіректерге көп мән беретін. Мысалы 1453 жылы қуатты қамалдармен қоршалған Константинопольді Фатих Сұлтан венгриялық зеңбірек ұстасы Урбанның соғыс қарсаңында ойлап тапқан жаңа алып зеңбіректерінің арқасында алғаны көпшілікке мәлім. Сондай-ақ Стамбулдың қолға түсуінен кейін де қалада бірнеше зеңбірек шығаратын факелар іске қосылды. Осман патшалары басқа жерлерді жаулауға шыққанда әскермен бірге жүздеген зеңбіректерді алып шығатын. Бұл оларға тас қамалдарды, бекіністерді қиратуға керек еді. Тағы бір ескеретін жайт, 1365 жылы Мұрат тарапынан құрылған янычар әскері Европадағы ең алғашқы құрылған жүйелі армия болып саналады. Бір тараптан қылыштасу өнерінің шеберлері жүйелі янычар жасақтарының османдықтардың европалық қарсыластары алдында соғыста үстемдік етуіне үлкен жаңа патша тағайындалуындағы белгілі қағиданың болмауы. Сарайдағы келіспеушіліктер. Осман мемлекеті құрылымының ең әлсіз тұстарының бірі ол жаңа патша тағайындауда белгілі қағиданың болмауы еді. Османдықтар әулеттен жаңа патша тағайындауда ескі түрік дәстүріне сүйенетін. Ескі түрік түсінігінде патшаның Құдай тарапынан таңдалатынына сенетін, және оны Құдайдың жердегі өкілі деп білетін. Сол себепті патша тағайындауда пенденің араласуы не бір заң қою күнә саналатын. Осыған қарап османдықтарда да кімге Құдай патшалықты нәсіп етсе, сол патша болады деген қағидамен жаңа әмірші билікке келетін. Тағайындауда негізгі бір қағиданың болмауы ағайындар арасында таласқа, келіспеушілікке, тіпті қан төгіске алып баратын. Ал бұған қарама-қарсы Еуропа елдерінде жаңа патшаның тағайындалуында қалыптасып қалған қағидалары бар еді. Жаңа патша ретінде әулеттің ең үлкені таққа отыратын. Осман империясының дәстүрі бойынша ханзадалар ер жеткен кезде басқару үшін басқа провинцияларға жіберілетін.
Ал патша өлді деген хабар жеткен кезде сарайға қайсысы жақын болса, уәзірлер мен қайсысының арасы жақсырақ болса, сол таққа отыратын еді. Сондай-ақ патша тағайындалуында янычарлардың да рөлі болатын. Ханзадалардың ішіндегі зеректері әкесі тірі кезінде ақ кейін таққа отыруға өзін қолдау үшін янычар басшыларымен араларын жылы ұстауға тырысатын. Керек болса, оларды сатып та алатын. Ал таққа жаңа отырған патша кейін өзінің басына проблема әкелмеу үшін және тақты өзінің балдарына қалдыру мақсатында өзінің бауырларының көзін жоюдан тайынбайтын. Себебі османдықтардың заңы бойынша әрбір сұлтан ұрпағы патшалыққа кандидат бола алатын еді. Деректерде Стамбул басып алынғаннан кейін Фатих сұлтан кезеңінде елдің тыныштығы, патшалықтың амандығы үшін әміршіге өз бауырын бейтарап етуге рұқсат етіледі деген заң шығарылғаны айтылады. Оның үстіне сарайдағы уәзірлер, сарай әйелдері арасында да келіспеушіліктер болатын. Әрқайсысы өзіне жақын адамды патша болуға лайықты санайтын. Мысалы, Әділ Сүлейменнің сүйікті жары Хюррем өзінің баласына таққа жол ашу мақсатында Сұлтан Сүлейменнің екінші бір әйелінен туған Мұстафаны төңкеріс ұйымдастырмақшы деген жаламен өлтірткізеді. Оның алдында Сүлеймен патшаның ең сенімді серіктерінің бірі, бас уәзірі Ибрахим пашаның көзін жойдырғызады. Янычарлар да сарайдағылардан қалыспайтын. Қалаған кездерінде билікке араласатын. Осындай оқиғаның бірі 1622 жылы жас Осман патшаның янычарлардың бас көтеруі себебінен тақтан түсіріліп, артынан патшаның өлім жазасына кесілуімен аяқталады. 12. Бурхан Абдулхаким Осман империясы құлдырауының негізгі себептері. Сондай-ақ Осман мемлекетінде негізгі билік көзін патша емес, визир ағзам, бас уәзір ұстайтын. Халықты да сол басқаратын. Тарихшылардың айтуы бойынша Осман династиясында мемлекеттегі толық билікті өз қолына ұстаған тек қана Фатих сұлтан, Явус Селим және Сұлтан Сүлейман екен. Ал басқа патшалар бірде уәзірлерінің, ал бірде әйелдерінің жетегінде кететін болған. Осман империясында жаңа патшаның тағайындалуы туралы заң тек 1869 жылы ғана қабылданды. Осы сияқты сарайдағы ішкі кикілжіңдер мемлекеттің тұрақтылығына, дамуына кері әсерін тигізді. Керек кезде әскери, экономикалық реформалар жасауға, дағдарыста тиісті шаралар қолдануға кедергі болды деп айтуға болады.